өнер сүйер қауым, бүгінгі концертке қош келдіңіздер. Бұл киелі мекен ықылас атындағы халық аспаптар музыкалық мұражайы. Бүгінгі концерт жалпы мен үшін ерекше, өйткені осыған дейін әлеуметтік желіде ойнап үйренген болатынмын. Әрине, әлеуметтік желіде қарапайым халыққа өтімді болу үшін қарапайым нәрселерді ойнап жүретінмін. Ал енді бүгін өте жауапкершілікті күн мен үшін, өйткені дүйім жұрттың алдында күй ойнау, бұл өте мен үшін кішкене толқып отырмын, кешірім өтінемін сіздерден. Бұл алғашқы концерт болғаннан кейін үлкен жауапкершілік болып отыр. Жалпы домбыра күйлерін жақсы көресіздер ме? Иә. Домбыраның жалпы халық арасында 20-дан астам түрі бар. Мен сіздерге үлкен өтініш, ұялы телефондарыңызды сөндіріп отырсаңыздар. Домбыраның 20-дан астам түрі бар. Бүгін сіздер нағыз қоңыр үнді еститін боласыздар. Біз білетін мынау батыс үлгідегі батыс күйшілік мектебінің үлгісіндегі домбыра болса, мынау арқа және шығыс күйшілік мектебінің үлгісіндегі домбыра. Бұл домбыраны бүгінгі концертке күйші Сейкен Кәрімұлы Тұрысбеков осы домбырамен күй тап, өйткені халық қоңыр үнді сағымды деп айтқан болатын. Енді сол кісінің бір аманатын орындап, сіздерге шертпе күйлерден тарту ететін боламын. Жалпы қазақта өзінің ішкі арман тілегін өнер арқылы жеткізген, қайғы қасіретін ән жырмен, домбыраны жырламаған ақын жазушы жоқ шығар. Домбыра арқылы біз тарихымызды білеміз. Домбыраның енді үлкен мектебі бар, Көкпе мектеп, өздеріңіз білесіздер. Күй атасы десе көз алдыңызға кім елестейді? Құрманғазы бабамыз. Бірақ қазақта Құрманғазыдан да бөлек күйшілер бар. Оны бүгін музыкалық саяхатымыз арқылы бірге еститін боламыз. Ең бірінші күйді мен Тәттімбет күйлерінен бастағым келіп отыр. Бұл арқа күйшілік мектебінің көрнекті өкілі. Ол кісі тек қана күй ғана шертпеген, сонымен қоса саяси беделді адам болған қоғамда. Және ең бірінші алтынды өндірген кісі. Сіздерге енді Қосбасар күйін орындап берейін. Тәттімбет 45 жас ғұмыр кешсе де, ол көп нәрсе халқы үшін жасап кеткен тұлғалардың бірі. Қосбасар деген күйдің мағынасы ол қосып басу және де басқа да пәлсапалық мағынасы. Бұл жалған өмірде біз екі аяқпен қосып жүреміз, екі аяқ арқылы жүреміз. Екі қол арқылы керемет нәрселерді, мұңдықты да, жақсылықты да қолмен жасаймыз. Яғни бұл бір-біріне қарама-қайшы келетін ой. Егіз ұғым. Енді Қосбасарды қабылдаймыз.
арасында тек қана сөз өнері арқылы емес, күй өнері арқылы да сайысқа түскен екен. Мысалы, қазіргінің қыздары білімді, керемет, әртүрлі университетте білім алып, мамандық таңдап, теңсіз өмірде өмір сүріп жатсақ, ал өткен ғасырдың байырғы замандарда қазақ әйелінің тағдыры өте қиын болған. Бірақ ол заманда да ешқандай университет, ешқандай оқитын мекеме болмаса да, халық педагогикасы мықты дамыды. Ал халық педагогикасын осы күй арқылы, өнер арқылы тәрбиелеген. Тәттімбеттің «Сыңқылдақ» деген күйінің де көрінісі бұл жерде қыз бен жігіт айтысының озық үлгісі деп айтсақ болады. Өткен замандарда жігіт қыздан осал болып бара жатқан кезде аяқ киімін шешіп, домбыраны башпайымен ойнаған екен. Бірақ қазақ қызы оған дәті бармаған, өйткені оның ар ұяты, намысы жібермеген екен. Енді Тәттімбеттің «Сыңқылдақ» күйінің бір қыздың қылықтары, күлгені, әдемі қылықтарын естуге болады. Бірге тыңдап көрейік. Түркі әлемінің негізгі философиясы өмір мен өлімге негізделеді. Сіздер білесіздер, Қорқыт бабамызды білесіздер ғой? Қорқыттың «Қайда барсаң, Қорқыттың көрі» деген сөзі бар. Яғни адамның мына жалған өмірдегі ақиқатты іздеуі, өліммен күресуі, біздің ата-бабаларымыздың еңбектерінен көруге болады. Тәттімбеттің күйлері де дәл сондай философияға негізделген. Мысалы, оның «Саржайлау» деген күйі тек қана жайлауды, табиғатты суреттемейді. Жалпы сары түс нені білдіреді деп ойлайсыздар? Қандай мағынасы бар сары түстің? Мысалы, қара домбыра, қара шаңырақ, қара қазан. Яғни бұл жерде қара деген оның түр-түсін айтып тұрған жоқ, оның қасиетті, киелі екендігін айтып тұр. Ал сары түс болса, біле жүріңіздер, ол қазақтың қиын қыстау басынан кешкен өмірін айта аламыз. Мысалы, аштық жылы, тоқырау жылдары. Себебі ол жылдары мысалы қазақта қайын сауған деген күй бар. Яғни мал ұстап жүрген халық қайынның суын сауып ішкен дәрежеге жеткен. Бұл жерде халықтың қайғы қасіретін бір күй арқылы суреттеген екен. Ал Тәттімбеттің «Саржайлау» деген күйі бұл адамның өмірінің сары жайлауы, сары ғұмыры. Салиқалы жасқа жеткендегі өзінің өмірінің өтіп кеткендігін білмей қалған кезі. Сол күйді қабылдаңыздар.
күйшілік мектепті жалғастырып, Шерпе күйдің жаңа Қаратау күйшілік мектебіне өзінің үлесін қосқан көрнекті өкілі Сүгір Әлиұлы. Жалпы созақтың тумалары осы жерде бар ма? Бар екен? Жоқ па? Сол созақтан Сүгір Әли дүниеге келген. Білесіздер ма Сүгір Әлиұлын? Естулеріңіз бар ма? Былтырғы жылдары Сүгір Әлиұлына арнап, қателеспесем, созақта ескерткіш ашылған болатын. Сүгірдің күйлері өте ерекше, ол да тылсым бір сезімге толы. Мына отырған шаңырақ тағы да айтып кетейін, Ықылас атындағы мұражай. Дәл сол Ықыластың ізін жалғастырып, қобызды шебер орындаған Сүгір, қобыз күйлерін домбыраға салып орындаған екен. Яғни оның күйлерінде біз қобыз сарынын сезініп елестете аламыз. Сіздерге шалқыма деген күйін орындап берейін. Жалпы шалқыма деген сөз ол эмоцияға арналған күйлердің бірі. Бір шалқып отырайықшы деген ниетпен.
Иә. Күйлер қалай көңілдеріңізде шығып жатыр ма? Ал енді домбырада мен ойнаған күйлердің барлығы да оң бұрауда болатын. Ал одан бөлек домбырада бірнеше бұраулар болған. Және сол бұраулардың ең қазақта көне күйлер теріс бұрауда орындалған. Мысалы, тел бұрау, секунда бұрау деп айтады ғой. Ол бұраулар қазір қолданыста жоқ, өкінішке орай. Қазір сіздерге теріс бұраудағы күйлерді орындайық. Енді мұқият тыңдап көріңіздер. Айырмашылық бар ма екен? Жалпы жарғақ деген сөзді естулеріңіз бар ма? Бұл көне архаикалық сөз, қолданыстан шығып қалған. Қазақ халқы көшпелі мәдениетте өмір сүргеннен кейін бұрынғы замандарда біз аңшылық кәсіппен айналыстық. Бүркітшілік, саятшылық, жаңағы таудың басында ортекелерді аулау, бөкендерді аулау, немесе басқа да жануарларды. Бірақ кезінде қазақ халқы көшпелі кең далада өмір сүргеннен кейін табиғат жағдайына байланысты киінген. Яғни жарғақ дегеніміз ол аң терісінен жасалынған киім. Ол жауын шашыннан, қатты суықтан, қатты ыстықтан қорғаған екен. Қазақта бөкен жарғақ деген күй бар. Бұл бөкен терісінен жасалынған киім, және сол күйді сіздерге орындап берейін. Бұл жерде көне үн, көне сарын, жоқтау күйлеріне жатады. Бұрынғы замандарда адам қайтыс болған кезде тек қана жоқтауды әлмен сөзбен айтпаған, күймен жеткізген екен. Мысалы, Шоқан Уәлихан қайтыс болғанда оны сыбызғымен жеткізген екен. Яғни бұл күйдің қасиеттілігі және күйдің біз білмейтін тілі бар екендігінің тағы бір дәлелі.
нұсқалық деген ол өте жақсы қасиет. Бұл қазақ күйшілігінің дамығандығының тағы бір көрсеткіші болып табылады. Қазіргі 21 ғасырда Тәттімбет, Сүгір, Қазанғап, Құрманғазы сияқты күйшілердің орнын басып келе жатқан адам бар ма екен? Қалай ойлайсыздар? Бар. Мысалы? Секен Тұрсынбек. Ол кісіден басқа? Айгүл Үлкенбаева, иә. Сосын? Керемет. Қаршыға Ахмедияров. Қаршыға Ахмедияров туралы айта кетейін. Ол кісі Құрманғазы, Дина, Тәттімбет, Дәулеткерей сынды күйлерін нотаға түсіріп, орындаушыларын Алматыға әкеліп, оларды үнтаспаға түсіріп, кітап шығарған кісі. Сол үшін мен Қаршыға Ахмедияровтан «Жібек жетісу» деген күйді орындағым келіп отыр. Аты айтып отырғандай, осы жер жаннаты жетісудың сұлулығын бір күйге сыйдырған.
маған өте қатты ұнайды. Бір көшпенді, бір көш келе жатқан көз алдыңызға сондай бір елестетеді. Тыңдап көрейікші сол күйді. Қытай жақтарда 20 жыл радионың фонында тұрған күй екен. Яғни Қытай қазақтары осы күйді өте қатты жақсы біледі. Тіпті әнұранына айналды десек те болады. Күй ұранына. Сол күйді қабыл алыңыздар.
жанын жұбататын, жанына ем болатын, рухын оятатын күйлердің бірі. Енді сіздерге отырар этнографиялық Нұрғиса Тілендиев атындағы отырар халық аспаптар оркестрінің мүшесі, күйші, домбырашы Сырым Шоңғайды қонақ ретінде шақырып келіп отыр. Ақсақ құлан күйін қабыл алыңыздар.
балаларға арналған 2 мультфильм бар. Бұл Ақсақал және Қарлығаштың құйрығын неге аяп. Әлі күнге шейін ең қызығы өзектілігін жоғалтқан жоқ. Себебі мен өзім мектепте мұғаліммін. Осыны қосып бергенде балалары деген жаңа шулап ойнап жатқан балалар тоқтай қалып, бірде күйдің құдіреттілігі ме, анау үйіп тыңдайды сол күйді. Бірдеңе болса Ақсақалды ойнап беріңізші деп айтады. Ал енді келесі бізден дуэт Қыдырбай Аманжоловтың күйі Жалғыз Аққу.
Сәрсенбаева Қуырған апайды шақырғым келіп отыр. Армысыздар, құрметті тыңдармандар, бағана сөйлемнің талай сөздеріңіздер құлақ құрышын қатып тыңдап отырсыздар. Біріншіден айтайын дегенім осы күй өнері тек қана біз музыканы сіздерге жеткізіп тұрған жоқпыз. Күй өнері өте киелі, себебі сан ғасырлық тарихы бар осы қазақ ұлтының тарихын бейнелейтін күй. Біз тек музыкант қана емеспіз, сонымен қатар біздің бабаларымыздың тарихын сіздерге насихаттап, сіздерге жеткізуші орындаушымыз, елшіміз былайша айтқанда. Күй арқылы сіздердің мұңның, шерін, қайғысын естіп отырсыздар ғой жалпы, күй арқылы. Енді осы таныстыра кетейін. Қазақтың көне аспаптарының бірі жетіген аспабы сонау Шумер дәуірінен бері белгілі. Осындай көп ішекті аспаптар жалпы хан сарайларында, сондай бір қиын қыстау кезде адамды бір жақсы рахат сезімге бөлейтін, тыныштандыратын, философиялық ойлар туындататын, жалпы жорыққа шыққаннан кейін хандар міндетті түрде медитация жасайды ол кезде. Медитацияның орнына күйлер тыңдаған және жеткен аспап сияқты, сыбызғы сияқты аспаптарды тыңдап көптеген сұрақтың жауаптарын ойша алып отырған. Осындай аспаптың енді сіздер үнін тамашалайсыздар. Домбыра аспабымен бірге. Орындалатын шығарма Жамағат Темірғалиевтің «Өмір толғауы».
менің кураторым, осы студент кезінде маған көмек беріп, қол созым әлі күнге шейін маған демеу болып жүрген ұстазым, талантты қылқобызшы Асанова Айгүл Файзуллақызын ортаға шақырып Ал енді ортаға жеткеншілер ансамблін шақырайын, қошеметтеп
кербез сұлу. толқыны күймен аяқтайтын боламыз. Бірақ сіз үйренгендей домбыраның үнімен емес, жетігеннің үнімен көрейік.
алғаш етіп сіздерге күй шерткен ұстаздарыма қатты алғыс айтқым келеді. Рахмет сіздерге көп-көп. Мен колледжға ештеңе білмей, нота білмей, домбыраны білмей түскен едім. Сол кезде маған жетіген аспабын меңгеруге, домбыра аспабынан ұстаздарым көмектесіп, куратор болып, өнер жолында мықты болуға көмектесіп, әрқашан қолдауын білдіретін ұстаздарыма ең бірінші тағзым, ұстаздарыма алғыс. Өте қатты толқып отырмын. Шынымен де көңіл толқыны. Шынымен де. Өйткені мынандай кеш көп ұйымдастырыла бермейді. Жалпы ұйымдастырып тұру керек екен. Өйткені қазіргі заманда технология, жаһандану заманында адам рухани құндылыққа аш, және біз соның орнын осы музыкалық аспаптар арқылы толтыруымыз қажет. Сіздерге көптен көп рахмет, және де қазақтың күйлерін, құрметті тыңдармандар, қазір қол жетімді тыңдай аласыздар. Q сандық қосымшасы іске қосылды. Play Market немесе App Store'дан жүктеп алсаңыздар болады. Оның барлығы тегін. Және Q сандық компаниясы жеке алғысымды білдіргім келеді. Өзім Торғайдың тумасымын. Торғайдан ағаш өспесе де адам өседі. Қаншама алаштың зиялылары шықты. Мен де соның бір тұяғымын деп өзімді есептеймін. Солар сияқты болуға ұмтыламын. Және де осы қасиетті қара домбыраны ұстап жүргенімде бекер емес деймін. Бүгінгі 28 ақпан бұл жай күн емес. Біріншіден бұл жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың туған күні. Ол кісінің енді 21 ғасырдың гомері болып аталып кеткен. Сол үшін де мен осы күн, қасиетті күнде концерт бергеніме қатты қуанып отырмын, толқып отырмын. Сіздерге көптен көп рахмет.